қалай ақылатты абзал жандар атты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Осы шараны ұйымдастырушы, қоғам қайраткері, кемелтанушы, зерттеуші, жазушы, Құрмет және Қонаев ордендерінің иегері Бақтығали Саққожаұлы Айжігітовке, Талғар аудандық Аманат партиясының төрағасы Серік Дүмшибаев және аудандық кітапхана директоры Махабет Қарамзақовқа ризашылығымызды білдіреміз. Сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі жиынға аудан әкімінің міндетін атқарушы Айбек Бидаев, аудандық мәслихаттың төрағасы Мұхит Әлібеков, Алматы облыстық қоғамдық кеңестің мүшелері, аудандық мәслихат депутаттары, аудандық қоғам кеңестің мүшелері, қоғамдық белсенділер, зиялы қауым өкілдері мен аудандық аурухананың дәрігерлері қатысып отыр. Қошеметтеріңіз. Зинаш қарындасыма. Іле балқаш өзен көл атырауы бойымды қайсарлыққа шақырады. Қолдаймын қайда жүрсең деген сынды толқына жаған ұрып жатыр әні. Туған жер сен болмасаң бармын ба? Бөлінбес бөлшегіңмін аңғардың ба? Көз жазып мен өзіңнен жырақ кетсем, құны жоқ сені салған заңғардың да. Туған ел алтын бесік асыл анам, саяңда сан сынақтан жасымаған. Туған жер құшағыңның құдіреті, жігерлі шықты өзіңнен батыл адам. Балқаштың өжет қызы дара туған, озық шықты қатары арасынан. Қонайып кемел туған топырақтан, шыңдалды әле өзен саласынан. Аңсады елі үшін асқақ күнді, арманы дәрігерлікке бастап тынды. Халқына адал қызмет етсем деген, ойында ұшаң теңіз мақсат тұрды. Ниеті білді Алла қолдағаны, сол емес пе берді ұстаз оң бағаны. Еңбегін аямастан сарп етуге, туған жері Балқашқа жолдамалды. Жігері білімнің арқасында, қалып қоймай қалың ел қалқасында. Нарын қол кеген барды басшылыққа, басын еп туған жер әр тасына. Кемшілік кем, кетікпен күресуге, халқымен тіл табысып үндесуге, тәуекелмен кірісті жұмысына, жұртымен бірге жүріп күн кешуге. Даңқ үшін жүрмеді атақ үшін, жанына ел жағдайы батады шын. Ауданға облысқа депутат қып, халқы сайлап, бағалап жататсын. Бойында жігері мол бала күннен, мінезге бай жұртына жаға білген, Жамбыл дайын ауданға бастық болып, марапат медальдарын ала жүрген. Адалдықпен ататын күн шырағы, ғылыми еңбек жазды тыңшымады. Ананың үстіменен теңесетін, балалар үшін бір өнім тың шығарды. Балалар үйіндегі 100 балапан, аурың меңдеп ең домнан құралақан. Зинаш қыздың дәрісі дәру болып, сауықты бүлдіршіндер о жаратқан. Дара шықты өжет қыз өткір епті, зор еңбек профессор доктор етті. Академик шарманып қолдады өзі, қазақтың қайсар қызын от жүректі. Тірелген кезде осындай тығырыққа, болмысы тұнып тұрған ұлылыққа, ұрпаққа араша Зинаштай қыз лайық ана болуға дүйім ұлықты. Миллион бала шипасын тауып ғалым, қуанды көріп сәби сауық қанын. Батыр қыз атағына лайық тұлға, Зинаш қызды қолдайды халық қауым. Зинаш қыздың еңбегі ерен екен, бұл дәрі ғасырларға керек екен. Бір ауыздан қолдаған халқымызға құрмет президентіміз не дер екен? Өскелең ұрпағыма сана берсін,
жақсыдан жарық тәлім ала берсін, халқымызға қадіріңіз арта берсін, жарқырап жұлдызыңыз жана берсін. Айжігіт Бақтығали. Халің қалай ақ ниетті Абзалжан. Жағдаймен санасама президенттен басқадам. Бір Алланың медетімен, ем шипаңмен сауықты. Науқас жаттар көзілеме шыққан талай таңдардан. Тасып қаның, жасып жаның болған кезде әбігер, ажалсызға арашасы себеп болар дәрігер. Дәрігер досың, дәрігер туыс жанашырың жақының, басқа жанның қатесі үшін сындырмасын сағын ел. Жан жылуын, кең жүрегін арнап шипа сөздерін, айыр бастап жан ұясын саулығына өзгенің. Бала ұрса, кәрі ұрса жаны соның үстінде, ерлік, еңбек санау керек, қиындыққа төзгенін. Пендешілік. Сауыққан соң сол дәрігерің жақпайды, кемшілігін іздеп тауып, мейлінше даттайды. Күнім тағы сол адамға түседі деп ойламай, жүректерін ауыртады, айтар сөзін бақпайды. Дәрігер маман, дәрігер ана, көп балалы шағалы, ел қатарлы құрметке ие, алтын алқа тағады. Ет сүйектен жаратылған ол да адамның баласы, ауырады, сауғады, той думанға барады. Өмір заңы, баспана мен көліктен де үміткер. Оңай десең, дәрігер жүрген соқпақтармен жүріп көр. Жан қысылған кезде ғана керек етпей дәрігерді, өмір бақи, қадірлейік, ұлағатты ұлық делік. Бақтығали Айжігітов. Пайды ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге деген Абайдың сөзін ұстаным қылып өстім. Біз пайды ойлаған жоқпыз, біз ар ойладық. Зинаш Көпжасар қыздың бүгінгі абырой атағы, бүгін мінекей профессор атанып, еңбегінің жемісін жеп, бүгін қазақ халқының қыз атанып, осындай құрметке бөленіп, елдің сүйікті қызы болып отырғаны сол ұстанымның, адал еңбектің жемісі.
бірінші кезектегі жақсылықты осы денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне, ақ халатты абзал жандарға бірінші жақсылықты жасау керек. Жаңада айтып жатсыз бәке, осы ақ халатты абзал жандардың ішінде мен білемін қанша, бізде 9 аудан бар, 2 қала бар, мен бәрін аралап жүрмін. Сол жердегі дәрігерлермен де сөйлесем, қарапайым халықпен де сөйлесем, олардың арасында жаңағы мүмкіншілігі шектеулі жандар да бар. Олар кейбір дәрігерлердің үйі жоқ дәрігерлерді де естіп жатамыз, айтып жатады, міне мына дәрігер келді, квартирада тұрады дейді, үйі жоқ дейді, 1 жыл жұмыс істей ме, жақсы маман дейді, үй бермесе басқа жаққа ауысып кетеді, үй беретін жерге деп айтады. Сондықтан мен өзім ойлаймын, аудандық әкімшілік болсын, депутаттар болсын, қоғам болып қолда осы ақ халатты абзал жандарды біз қолдауымыз керек. Тағы да айтамын, бұл кісілердің еңбектерін айтып жеткізу мүмкін емес. Мен өте жақсы түсінемін. Бұл кісілер ешқашан да жұмыстарын сағатпен санамайды. Мысалы, қаланың, маған бір журналист сұрақ қойған, ауылдың дәрігері мен қаланың дәрігерінің айырмашылығы қандай дейді. Мен сонда айтамын, қаланың дәрігері уақытпен санасады. Мысалы, сағат 3-ке дейін жұмыс істейтін болса, тура сағат 3-ке 5 минуттағанда қалатын шешіп, мен сіздерді қабылдамаймын, мен уақытым 3-ке дейін дейді. Ал ауылдың дәрігерлері сол бірінші кезектегі түскен жаңағы ауруды соңына дейін, ауруханаға жатқызуға дейін сол жанында жүреді ғой, көмектесіп. Сондықтан сіздерге ақ халатты абзал жандар, сіздердің жұмыстарыңызға мен творчестволық табыс тілеймін. Ешқашан да қоғамда сіздердің орындарыңыз ерекше. Бәріктеріңіз, отбасыларыңыз аман болсын. Шыдашы жүрегім, қиналдым білемін, сезінбей қоя тұр, ойымның түнегі, күн келер күлетін, жақырып жүретін, қайтесің өзіңді жүдетіп
секрет, біреу топ секрет деген сияқты халықтың жағдайын ойлау керек. Мен көрдім көп осындай кемшіліктерге жол берген жаңағы дәрігерлік амбулаториясы мысалға факттарды көрдім мен. Тоже ремонт керек оларға да. Дәрігерлер соған қарамай, сол күндіз түні сол жерде жұмыс істеп жатыр. Елестетіңізші, 2 сағат ол жерге келгенде сағат 4 болады, 5-те біз сізді қабылдамаймыз деп айтады. Лабораторияға келетін болса, уақытыңыз өтіп кеткен дейді. Қаншама бұнда қарапайым халықтарға өте қиын болып жатыр. Осы мәселені сіз Аманат партиясының депутаттары отырғаннан кейін сіздерге ұсынып жатыр. Сол жердегі дәрігерлерді елестетіңіздерші, қандай қиыншылықта олар жұмыс істеп жатыр. Оларға үлкен рахмет айтамыз. Көзіммен мен өз басым көрдім соның бәрін. Қазір лаборатория біздерде алады, жаңалықтан келіп өздерінің курьерлері бар. Сол жерден курьерлерін алып кетеді. Конечно, Брестте инфаркт болып келсе, любой врач или любая медсестра, қазір білесіз, закон шығывады, что медсестра уже превалирует, полностью будет работать как врач. Правильно, да? Как врач есенде, они должны уже ЭКГ читать, как врач есенде, первую медицинскую помощь беру. Сол үшін қазір оларды үйретіп отырмыз. Врачтар жетіспейді. Өздеріңіз білесіз, жас мамандық келсе, ауыл жерге ешкім бармайды. Әрі жұмыста қиын болады. Қиын болмайтын жұмыс болмайды. Сол үшін сізге рахмет. Сіздің дәрежеңіз өсе берсін. Талғар район сізге всегда поддержка береді. Зинаш қарындасымның дәрігер ретінде деректі фильм көрсетіп отыр. Өйткені Зинаш қарындасымның осы мына дәрігер ретінде барлығын ұмытып, тек қана сол балаларды қалай құтқарам деп өздеріңіз ойлап қараңыздар. 118 баланың 90, жаңа жерде 96-сы, 96-сы аман алып қалып, қазір сол балалар ер жетіп 96-сы үйлі баранды болып өмір сүріп отыр. Сол 97 баладан ертең қаншама немере болады, қанша шөбере болады. Біздің Қазақстанымыздың экономикасына қаншама еңбек сіңіреді. Осындай дәрігерлер бізде өте көп. Екінші мынау менің туған інім дәрігер. Кезінде мына бүкіл дүние жүзіне қасірет алып келген. Бүкіл дүние жүзінде қаншама осы қасірет аурудан қаншама мыңдаған адамдар қайтыс болды. Сол кезде Қазақмыстың 3000 адамына барып көбектен ауырған. Содан кейін өзі қайтыс болды. Қазақстанның халық батыры, құрмет парасат ордендерінің иегері кейіннен қайтыс болғаннан кейін берілді. Оны мен туған інім ретінде айтып отырған жоқпын, мен оны дәрігер ретінде айтып отырмын. Мына Зинаш қарындасым сияқты дәрігерлер, батыр дәрігерлер, батыр аналар сіздерге өнеге болып, осы бүгін Талғар аудандық акиматының мына белсенділер, депутаттар қатысып отыр. Бүгінгі мәселені осы тек қана дәрігерлердің мәселесі ғана. Біз айтсақ, бұл жөнінде протокол жазылады, шешім қабылданады. Әрқашанда біз ойлаймыз, осы аудандық мәслихат, қоғамдық кеңес әрқашанда бақылауда алып отыр. Құмар келер қыз бала орамалға, көрінбеші жалаңбас көп адамға, айналаңда ұры көп салмаған, ашық жатқан үй жақсы тонағанда. Қазақ қызды бал дейді, шырын дейді, ашық қалған шырынды шыбын жейді. Шырынды шыбын жеп кетпесін деп, менің нәзік жүрегім дірілдейді. Басындағы орамал, оққағарым қолалар, қасындағы жарыңа
талай нәрсені ұйымдастырып жатыр ғой. Оны төрт көзінде ұрған сияқты. Жаңағы өзіңіз жолдама берген, жалпы өзі сіздің сол кездегі еңбегіңіздің жобасы енді көріне бастаған сияқты. Бұл жерде білмеймін, үлкен бір завод бола ма, соны шығару мәселесі қолға алыну керек сияқты. Ол атақ та бәріне бар ғой сізде. Бірақ сіздің бұл кісінің жұмысын жолға қою керек сияқты. Орысша айтқанда производство является основой государства. Без производства приоритетом государства становится базары. Без производства нет образования, государство не нуждается в специалистах. Без производства нет науки, государство не нуждается в кадрах. Оны сіздер жақсы білесіздер. Ауыл шаруашылығын көтеру үшін осы жолға қою керек. Әр уақытта жаңбыр шөктеп, сорғалап сырғи ағады. Жүрегің неге өбектеп алып ұшып барады. Көлеңке түспес үшінде адамдар кейде осылай ақша бұлттар үстінде көктемнің жылқысындай қалықтап ұша береді. Тынымсыз соққан желменен жыларым кейде келеді, күлуге мұрша бермеген шақтарды ойлап кетсең ақ. Адам дей береміз осы біз. Кісілік ұстағанда біреудей, күндерің оралсаң ақ көңілсіз көлденеңдеп тұра қалады. Жібермей. Толқынсыз айдың беті бейне төсек, жұлап сайрандай бауырын төсеп, керілік кербездені көз тартады, сыланған бойын түзеп, алма кезек, бірінің сұюын тазары, секілді сейіл құрған қыз бен жары. Жарасы ақ денеге әсем бойын су салап қанатымен сала бойын әрі сәрі Зинаш апай. Зинаш апайымыздың творчестволық кеш дейді ғой, өзіміздің қаншалықты ғұмырымызда істеген еңбегімізді бүгін осы медицина қызметкерлерінің алдында, халықтың алдында, елдің алдында сізді жаңа таныстырып жатыр. Мен енді өзіңізді бүгін көріп отырмын, бүгін біліп отырмын. Бұған ары қарай апай, сіздің мына еңбектеріңіздің қалай ары қарай өрбуіне, қалай жұмыс істеуімізге бізге кішкене қамшы болады. Бүгінгі кештен құтқаным бізде ауданымызға жаңағы Тимур Мырзаевич айтып жатыр. Әкімшілік тарапынан қандай осы медицина қызметкерлеріне тұрмысын түзеу үшін, ол кісілерді осы жерде тұрақтандырып қалдыру үшін бізде жаңағы үймен, болмаса баспанамен қамтамасыз ету керек екенін. Жаңағы өзіңіздің ағаңыз айтып жатыр, сізді ары қарай еңбегіңізді көрсету үшін осы жерде халық болып, ел болып, тағы да осындай әрекеттер біразын, іс-шараларын біразын жүргізуіміз керек сияқты. Қалың қалай, ақ қалап абзал жандар дейді. Бір күн болса да біліп, қалдарыңызды қалай екенін біліп, сіздерге осы көңіл бөліп, кішкене болса да бір марапатына беріп жатқан болып, жай ғана грамота ғой. Бірақ оның өзі қандай марапат? Негізі кісілерде адам өте көп. Мерекеңіз құтты болсын, бізде енді өз тарапымызда кішкене марапаттап кетсек. Алдыңғы ол Зинаш апа сияқты, жаңағы менің бауырым Бақберген сияқты ең басты мақсатым мына алдыңғы буынға апаларым мен ағаларымның жұмыстарын өнеге қылып көрсету.